Ерлан Қызназгүл, екінші тақырып өнер мен құндылықтар. Бұл өлке дарындылар бесігеді, сөзіммен келтірейін бұған дәлел. Көшпенділер ойынында жеңіп еді, өзінің кім екенін танытқан ел. Қырғи қабақ соғыс заман болғанында, ел шетіне жау келсе туалған ел. Тәңір деп ат оздырмай аламанда, асылында қашанда да бәйге алар ел. Елімде береулі атқа ерін салып, көп барда намыс үшін сыналған ел. Әлем жұртын босағаны аттай салып, шеберліктің көрмесімен таң қылған ел. Тоғыз құмалақ асығату күрестен де, оза шығып шыңға алғаш боп ту тіккен ел. Емденіп бірінші орын күллі әлемге, салты мен мәдениетін паш еткен ел. 112 медалімен ана сүтін, бабасының текті қанын ақтаған ел. Бүгінде біз осы елдің ұрпағымыз, бой көрсеткен ағапкеден үлгі алармыз. Кеудемізді мақтаныш пен намыс кернеп, сол ойында тақым қысып отқан жанбыз. Оның бәрі сыйлағаны халқымыздың, төл өнер мен тарихын салтымыздың. Бұл айтыста сол өнердің ерек түрі, әсер еткен артуына даңқымыздың. Айтысты жаңғыртайық, ата-баба ізін жалғау міндетіміз жалпымыздың.